Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханға арналған өте дәмді салаттар және тіске басарлар дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа рецептерді жіберіп алмас үшін. Және де ұнаған рецептеріммен жақындарыңызбен бөлісіп, қолдап пікір жазып үлпіл бассаңыздар өте қуанышты боламын. Ең алдымен дайындайтын салатымыз осындай гүлді қырыққабатпен брокколидан өте дәмді салат. Ең алдымен жуып, ірек бөліктерге бөліп аламыз. Бірінші гүлді қырыққабатты пісіріп алатын боламыз. Бөлек ыдысымызға, яғни кастрюлемізге су құйып, қайнатып, тұз салып, гүлді қырыққабатты 3-4 минут пісіріп алатын боламыз. Гүлді қырыққабат піскенше броккольді осылай кішірек бөліктерге бөліп дайындап алатын боламыз. Гүлді қырыққабат пісті, суық суда 2-3 рет шайқап турайтын боламыз. Оған дейін сол суда броккольді 3-4 минут қайнатып пісіріп алатын боламыз. Гүлді қырыққабатты өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай пышақпен немесе қолмен үзіп бөлсеңіздер болады. Брокколіміз міне пісіп жатыр. Піскен соң бірден суық суға 2-3 қайтара шайқап аламыз. Сол кезде жасыл әдемі түсі қалпын сақтайтын болады. Ендігі кезекте бізге 2 сәбіз қажет болады. Сәбізді аршып, осылай корей үкішінен өткізіп алатын боламыз. Сәбіздің бәрін үкіштен өткізіп алған соң 3 тіс сарымсақты сақтап турап қосамыз, және де тұз, копченая паприка, кориандр қосамыз, және де сұйық майды қыздырып, үстінен құятын боламыз. Одан бөлек бізге кішкене ақ желкен, аскөк және кинза қажет болады. Осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Қырыққабатымыздың үстінен саламыз. Жаңағы сұйық май сәл салқындаған соң осылай қолымызбен мыжып жақсылап араластырып, оны осы қырыққабаттың үстінен саламыз. Және де бізге осындай светофор болгар бұрышы қажет болады. Оны осылай турап алатын боламыз. Турап бірден салаттың үстіне саламыз. Одан бөлек бізге ет қажет болады. Етті мен суда қайнатып алдым. Сіздер суда қайнатпасаңыздар, табада қуырып алсаңыздар болады. Салатты бірінші араластырып аламыз. Дәмін көреміз. Тұз жеткілікті болса, үстінен етті саламыз. Және де бізге осындай черик қызана қажет болады. Жуып, осылай ұшын кесіп алып тастаймыз. Бәрін кесіп алған соң, қызанақтарымыздың кішіректерінің ортасынан бір бөлеміз, іріректерін 2-3 рет бөліп дайындап, яғни салаттың үстінен салатын боламыз. Қалаларыңызға қарай қара бұрыш немесе қызыл ашты бұрыш қоссаңыздар болады. Салатымыз дайын болды. Өте дәмді және пайдалы салат. Дайындап көруге кеңес беремін. Ендігі кезекте пекин салатын дайындаймыз, яғни бұршақ қосылған пекин салаты. Ол үшін бізге қияр қажет болады. Қиярларды жуып, осылай қиғаштап, ұзынша қылып турап алатын боламыз. Кеңірек ыдысымызға салып аламыз. Және де бізге осындай светофор болгар бұрыш қажет болады. Оны да осылай дәл видеодағыдай турап дайындап аламыз. Және де бізге бір сәбіз қажет болады. Сәбізді осылай корей үкішінен өткізіп аламыз. Және де 3 тіс сарымсақ қажет болады. Тұз, кориандр және копченая паприка қажет болады. Және үстінен осылай сұйық майды қыздырып құятын боламыз. Және бізге бір пучок кинза қажет болады. Оны жуып, осылай турап аламыз. Сәбізімізді жақсылап араластырып, салатымызға қосып салып, және де жақсылап араластырып аламыз. Және де бұршақ қажет болады. Мен осындай улитка тәріздес қызыл бұршақты суда алдын ала қайнатып дайындап, суытып қостым. Және де бізге суда қайнап піскен ет қажет болады. Етті осылай ұзыншақтап турап дайындаймыз. Және де 2 ас қасық соя соусы қажет болады. Салатымызға құямыз. Және жарты шай қасық тұз қосамыз.
Тұзды бірінші азырақ қосыңыздар, араластырып, кейін дәмін көрген соң жетіспесе тағы да үстінен қосасыздар. Және алдын ала турап алған кинзамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған соң салаттың тұзын көресіздер. Тұзы жетпесе, сәл тұз қоссаңыздар болады. Енді етімізді саламыз және де сәл араластырып алатын боламыз. Салатымызды осы күйінде 1-2 сағат қойып қойсаңыздар, бәрінің тұзы, дәмі бір-біріне сіңетін болады. Ендігі кезекте дәмі өте керемет болып шығатын сигара бөрек дайындайтын боламыз. Ең алдымен картопымызды аршып, суда қайнатып алатын боламыз. Піскен картопымыздан алып, оған жартысына сыр қосамыз, яғни ірімшік қосамыз. Менде моцарелла ірімшігі. Осындай ұсағы күштен өткізіп, бәрін жақсылап, біркелкі масса болғанша езіп дайындап аламыз. Одан бөлек бізге лаваш қажет болады. Менде осындай шпинаттан жасалған лаваш. Оны осылай 4 бөлікке, одан және тағы да 2 бөлікке бөліп аламыз. Лаваштарымыз кеуіп кетпес үшін арнайы осындай мешочка салып қоямыз. Осылай шетінен алып, картопымызды салып, екі жағын қайтарып бүктеп, осылай ораймыз. Үш жағын осылай сулап жабыстыратын боламыз. Қалғандарында дәл видеодағыдай дайындаймыз. Келесі дайындайтын лавашымыз осындай томат қосылған лаваш. Бұл лавашымызды да осындай кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай картопымызды салып, екі жағын қайтарып осылай орап, ұшын сулайтын боламыз. Дайындап алған сигара бөректерімізді қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Сигара бөректеріміздің бәрін екі жағын аударып отырып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қалған сигара бөректерімізді дәл осылай қуырып алатын боламыз. Дайындап көруге кеңес берем. Сіздерге, сіздердің жанұяларыңызға, балаларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Бүгінгі салаттар тіске басарларда өте дәмді болып шықты. Дайындап көруге кеңес берем. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.